Сәлем достар, сіздермен мен Мадина Дәулетбекқызы. Бүгін сіздерге өріктен варенье жабуды қысқаша көрсететін боламын. Видео басталмас бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайктарыңызды аямаңыздар. Менде мына жерде 10 кесе өрік шықты. Қантымды осы өріктің бетіне бетпе-бет қылып салдым да, ақырын араластырып қойдым. Бетін жауып, бір түнге қойып қойдым. Қанты әбден еріген өрікті осылай газға 15 минутқа астын басып қойдым. Сіздер қалай көбігін аласыздар ма? Мен көбігін алмаймын. Бізде өріктің вареньесі көп желінбейтін болғаннан кейін азғантай ғана жасадым. 15 минуттан кейін суытуға қойып, әбден суығаннан кейін қайтадан бір 10 минутқа қойбасаңыздар болады. Қалған өріктен осылай арасында балаларыма коктейль жасап бердім. Келесі кезекте банкының қақпақтарын қайнаған суға осылай салып қойдым. Содан кейін банкының өзін булауға көштім. Әбден булаған мәңгілерге вареньелерімді құйып алдым. Міне достар, сіздермен бүгін варенье жабуды қысқаша өзімнің тәжірибемде көрсеттім. Алдағы уақыттарда менің пайдалы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.